Сәлем достар, ұбт-ға 2 ай қалған кезде түлектердің ұпайын көтеруге 8 кеңес дайындадым. Сол кеңестермен бүгін бөліспекшімін. Мен есімім Әбдімұхаммед Асқарұлы, даму ұбт онлайн жобасының негізін қалаушымын. Видеоны бастамастан бұрын осы видеоға лайк басып, каналға тіркелейік. Кеттік. Бірінші кеңестен бастайық. Әлі де оқуға кеш емес. Негізінде қазір көп оқушыларды байқаймыз. Мен уже оқуым кеш, мен мотивациям жоқ деп жүректі өз-өзін алдайды. Мотивация деген қашан пайда болады? Егер де сен оқып, бір нәтиже көрсетсең, пробныйда оқыған нәрсең келіп белгілеп дұрыс жауабын тапсаң, 60 балл алып жүріп, оқып 65-70 балға көтерілсең, сенің мотивацияң пайда болатынын білесіңдер балалар. Сол үшін де сендерде мотивациям жоқ, мен қазір оқуға желанием жоқ деген болмайды. Оқу керек, желаниең болса да, болмаса да оқу керек. Осыған байланысты сендерге лайфхак. Егер де осы күнге дейін дайындалып келіп, қазір мотивацияң құрып жүрсе, онда саған бұл нәрсені жасау керек. Басында сен дайындықты не үшін бастадың, басындағы дайындалған күндеріңді есіңе алсаң, одан кейін сен ұбт-ын тапсырғаннан кейін өкінесің ба, қазіргі дайындалып жатқаныңа немесе дайындалмағаныңа екі ғана әрекет жасайсың, не дайындаласың, не дайындалмайсың. Ұбт тапсырып болғаннан кейін 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін сен осы әрекетіңе дайындалмай жатсаң, қалай қарайсың? 10 жылдан кейін. Дайындалып жатсаң, қалай қарайсың? Егер де сен қазір күшіңді салып дайындалсаң, 10 жылдан кейін сен ойлайсың, молодец болыппын сол кезде табанды болыппын деп ойлайсың. Ал қазір сен дайындалмасаң осы күйге, онда 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін де сен сол кезде дайындалу керек еді деген сияқты өкініш пайда болуы мүмкін. Екінші кеңес, ұпайды көтеру үшін білмейтін тақырыптарды меңгеру керек балалар. Егер де сен білетін тақырыптарың ұбт-та келіп жүрсе, сен соларды дұрыс белгілеп жүрсең, және қате кетіп жүрген тақырыптарың, сұрақтарың, есептерің болса, соларды меңгеруге тырысу керек. Өйткені солар сенің ұпайыңды көтермей жатқан. Солар сенің грантқа түсуіңе кедергі жасап жатқан. Сол үшін де қазір сен мысалы математикалық сауаттылықтан геометриялық есептерді шығара алмасаң, геометриялық есептерді шығарып үйрен. Математикадан мысалы біреу тригонометрияны білмеуі мүмкін, тригонометрияны шығарып үйрен. Біреу туындыны білмеуі мүмкін, туындыны шығарып үйрен мысалы. Химиядан, органикалық химиядан слабый болуы мүмкін біреу. Химиядан төмен болып жатсаң, соның әсері. Сен содан қателесе бересің. Кейбір оқушылар болуы мүмкін, бір тақырыпты меңгермейді ол. Мысалы математика 2 бөлімге бөлініп, алгебра, геометрия болса, ол геометрияны оқымайды сөйтіп ұбт-ға барып, өйткені айтады, мен геометрия қиын оқымаймын. Немесе алгебраны оқымайтындар болады, геометрия оңай деп. Бірақ көп математиктер қарап отырса енді біледі. Көп сұрақ алгебрадан келеді, сол үшін геометрияны оқымай қоя салады кейбіреулер. Олай болмайды балалар. Химик, биолог, ТЖТ, ағылшын барлықтарына қатысты барлық тақырып меңгеру керек. ұбт-да кез келген тақырыптан сұрақтар келе салуы мүмкін. Мынандай нәрсе бар, мен айтайыншы. ұбт сұрақтарын құрастыратын кісілермен шай ішіп отқан кезде мынандай нәрсеге көзім жетті. Мысалы, бір пәннен, бір тақырып, мысалы физикадағы механика деген тақырыптың өзінен А деңгейі, Б деңгейі, С деңгейге сұрақтар жазады, есептер жазады. Одан кейін молекулалық физикадан да тура сондай. Саған алған кезде А деңгейінен 50% сұрақтарды А деңгейінен алады. Олар механикадан түсіп қалуы мүмкін саған. Б деңгейінің есептерінен бір тақырыптардан алады мысалы. Одан да механика түсіп қалуы мүмкін. С деңгейінің есептерінен де тақырыптардан есептер алады. Ол да механикадан түсіп қалуы мүмкін. Сонда сенде механикадан көп есеп болып кетеді да. Кейбір оқушылар айтып жүреді, мына тақырыптан өте көп келді, мынау тригонометрияға вообще есеп жоқ, көрсеткіштік теңдеу теңсіздік пен логарифмде есеп толып жүр деген сияқты. Химиядан да, енді биологиядан да осындай нәрсеге өздерің пробный көп тапсырып келе жатсаңдар, куә болған шығарсыңдар. Бұл жерде барлық тақырыпты меңгеру керек. Ұзын сөздің қысқасы, 90 сөздің тобықтай түйіні. Балалар андай тақырыптарды қалдыруға болмайды, мынадан келмейтін сияқты ұбт-та деп қалдыруға болмайды. Точно содан келеді ғой, күйдірген кезде. Қысылғаннан қыз болдым дегендей отырасың ұбт-та. Ай осыны оқымай келем деп. Прогрессияны оқымайды кейбіреулер. Нұсқаларда жоқ қой дейді. Өткенде қаңтар ұбт-сында одан кейін прогрессиядан 2 есеп, 3 есеп келіп жатыр да нұсқаларда. Одан кейін прогрессияны оқымай жүргендер бүйтіп басын ұрды, бармағын шайнады. Ондай болмайды. Үшінші кеңес, зейінді тек ұпай көтеруге арнау керек. Қазір қыдыру, достармен бірге ойнау деген нәрсені тоқтату керек балалар қазір. Инстаграмда отырып қалу, ютубтан сериал көру деген нәрселерді азайту керек. Тым тоқтатып санасаңдар да азайту керек. Бұрын күніге 2 сағат, 3 сағат дайындалып жүрсеңдер, қазір одан көбірек дайындалуға тырысыңдар. Өйткені көбірек дайындалмай, көбірек балл жинау қиындау. Аз дайындалып көп балл жинайым деген қиын нәрсе. Математикада мынандай түсінік бар, кім көп есеп шығарады, сол көп балл алады деген. Ол жерде кімнің ми қатысты дейді деген нәрсе емес та. Екі бала мысалы жаңа таланттары бірдей болуы мүмкін, бірақ біреу 4 сағат дайындалады күніне, біреу 2 сағат дайындалады.
түсінікті, ол біріншісі көп дайындалған жоғары балл жинайды. Әйтпесе бір сыныптың өзінде де балалар мықты оқитын оқушылар болады және төмен оқитын оқушылар болады. 60 балл алатын оқушылар болады, 120 балл алатын оқушылар болады. Бірақ бірдей білім беріліп жатыр да екеуіне де. Мынау көп еңбекқор. Мынау миларын алып салыстырып көрсең, екеуі де бірдей болуы мүмкін. Төртінші кеңес, егер де бір тақырыпты меңгерсең және ұбт-да соған сұрақ келсе, жауап бере алмай қалсаң, не істеу керек? Қайталау керек деген жауап бұл жерде. Қайталау оқудың анасы. Егер де қазір оққан нәрселеріңді ұмытып қала беретін болсаң, ол сенің памятың нашар деген сөз емес. Көбірек оқу керек балалар. Көбірек қайталау керек. Бір нәрсені 10 рет, 20 рет бір формуланы күнде қайталасаң, онда ол жатталады. Сенің миың, ол сенің телефон номеріңді жаттауға жетсе, формулаларды жаттауға жетеді негізінде. Бірақ біз бір рет оққаннан жаттап алуға тырысамыз ғой. 2 рет оқып аласың, болды, мен бәрін біліп кетуім керек дейтіндей Эйнштейннің миы бізде жоқ. Сол үшін көбірек еңбектенуге тура келеді. Бұдан кейін осы орайда айта кететін нәрсе, біздің Қазақстанда бәсекелестік өте аз, білесіңдер. 3 адамның 2-і грантқа түседі бізде. 50 балдан асқан 3 адамның 2-і грантқа түседі. Яғни дайындалсаң болды, грант деген көп бізде. Биыл тағы көбейеді, техникалық мамандықтар тағы көбейеді деп жатыр. Яғни біздің елде білім алуға деген мүмкіндік өте көп. Тек қана жалқауланбай, ерінбей, сабақ оқу керек, курстарға қатысу керек, өзің дамытып, басқалардан көбірек еңбек етсең болды. Біздің елде көп бәсекелестік жоқ, Қытай сияқты емес бізде. Енді осы кеңестерді тыңдап, мен әлі оқуым керек, мен бірақ қазір өзім оқи алмай отырмын, тренер керек десең, бізде Sky курстарға қазір жазылу ашық, 2 айлық Sky курстар. Осы курс жөнінде төменде толық ақпарат жазып кетемін описанияға. Бұл курс қандай курс десе, бұл 2 айда біз бүкіл пән бойынша тақырыптарды қарастырамыз және соған байланысты есептер шығарамыз, есеп пәні болса. Және соған байланысты нұсқалар талдаймыз. Осы 2 ай ішінде солай қайталап дайындықты біз түйіндемекшіміз. Осы 2 айда максимум дайындық жасағың келсе, қадағалау болсын, курстың ішінде пробный тесті болсын, тақырыптық тесттер болсын, ұбт деген сұрақтарды талдайтын болсын, мықты мұғалімдер болсын, мықты курс болсын десең, курс іздесең, онда осы курсты ұсынам. Төмендегі описанияда толықтау ақпараттар тұр. Одан кейін сол жерде сілтеме тұр. Сол сілтемені бассаң WhatsApp-қа өтесің, WhatsApp-қа жазып, толық ақпарат алып курсқа жазылса болады. Қазір алғаш жазылған 50 оқушыға біз 50% жеңіл жасаймыз, яғни 1 айын төлесе, 2-ші ай тегін деген жеңілдік. 6-шы кеңес, көп уайымдама. Мен қанша балл аламын, қайға түсем, болашағым қандай болады деп көп уайымдай бергенше, сол энергияңды сен қазір дайындыққа жұмса. Қай тақырыптардан слабыймын, қай есептерден слабыймын, вот соларды оқы, ізден, қайтала. Сол кезде сенде нормальный нәтиже болады. Ал уайым түбі тұңғиық, тәуекел түбі жел қайық дейді ғой. Тұңғиыққа түсіп кетесің, уайымдап жүресің, өз-өзің жей берген болмайды. Мынандай сөз бар ғой, бұйырған кетпес, қуған жетпес деген. Сенің барлық міндетің ол әрекет жасап оқу, ол нәтижесі Құдайдан деп сояққа тапсырсаң болады негізі. Жауапкершілік мен емес, мен тек қана оқуым керек, әрекетіме жауап беремін, одан кейін болатын нәрсе болады деген қағидамен өмір сүрсең, өмір жеңіл да. 7-ші кеңес, уақытың жейтін қазір енді мерекелер басталады, сол мерекелерге салынып кетпей, дайындықты тоқтатпау керек балалар. 22 наурыздан өттік, енді бізде алда мамыр айларында мерекелер қатарынан кетеді. 25 мамыр болады дегенде, оларға қатты көңіл бөліп кетпей, сендер дайындықтарыңды ұстап отыруларың керек. Себебі осы сәуір, мамыр айларында көп оқушылар дайындықтары әлсірейді да, одан кейін білетін нәрселерін ұмыта бастайды, қайталамайды, сөйтіп ұбт-та бұрын білген нәрсесі келсе де жауап бере алмай қалатын жағдайлар болып жатады. Сол үшін ондай нәрселерді жаңағы мерекелерге қатты кіріп кетпей, сабақ оқуды, ұбт-ға дайындықты балалар ұмытпау керек. Әрине, тойлама демейміз, тойлау керек, бірақ та қатты кіріп кетіп, соған салынып кетіп, дайындықты жайына қалдырма. Дайындықты жайына қалдырсаң, алатын ұпайыңда жайына қалайын деп тұр. 8-ші кеңес, жылдамдықты соңында қосу керек. Қазір негізі мынандай ғой, ұбт деген ол фильтр. Грантты кім алады, кім алмайды деген конкуренция, бәсекелестік. Егер де бәрі 60 балл алса, оқушылардың бәрі 11-ші сыныптар қазір 60 балл алса, сен 61 балл алсаң, любой мамандыққа грантқа түсесің да. Енді шектік балл енді 75 деп ескерсең, енді бәрі 90 балл алса, сен 91 балл алсаң, любой мамандыққа түсесің. Сол сияқты балалар. Бұл жерде бәсекелестік, былай шек қойып тастаған балл жоқ та, мына балл осы грантқа түседі деген жоқ. Басқалардан сен мықты дайындалуға тырысуың керек қой сонда. Басқалар қазір мерекет ойлап жүргенде сен оқысаң,
басқалар аз есеп шығарып жатқан кезде 10 есеп шығарып жатқанда сен 40 есеп шығарсаң, басқалар білмейтін қиын тақырыптарды меңгере алмай жүрсе сен меңгеріп алсаң, онда грантқа сен түсу ықтималдығың жоғары. Сол үшін де бұл конкуренция, бұл бәсекелестік, бұл жерде көп еңбектену керек. Соңғы бонус кеңес мынандай сұрақ қойылады: слив талдау керек па деген. Сливті талдау керек, нұсқаны да талдау керек, талдайтын нәрсенің бәрін талдау керек. Бірақ ең басты нәрсені білуіміз керек. Мысалы, Қазақстан тарихтан сендердің қазір келіп жүрген сұрақтарың ұбт-да біреу, екеу ғана келуі мүмкін, 15 сұрақтың ішінен. Матсауаттықта да тура сондай қазір келген есептердің біреуі де келмеуі мүмкін, біреу екеу келуі мүмкін. Енді тура қазіргі есеп ше. Бірақ та тура қазіргідегідей есептер келеді. Есеп бойынша айтатын болсақ, химия, физика, математика деген пәндерде қазір қандай есеп келді? Тек қана саны өзгереді, мысалы өзгереді, болды. Ал ауызша пәндерде любой сұрақты ала салу мүмкін балалар. Қазір Жәңгір ханды сұраса, ертең Абылай ханды сұрай салу мүмкін, любой ханды сұрай салу мүмкін, кітаптың ішіндегі любой сұрақты ала салу мүмкін. Сол үшін біз мектептің ұбт-ға бекітілген кітаптар testcenter.kz деген сайтқа шыққан, сол жерден сол бекітілген кітаптар бойынша бір қайталап өтсең, нұр үстіне нұр. Сонымен бүгінгі видеомызды аяқтайық. Осындай видеолар көп болсын десе, бізде еркін форматта осылай видеолар жазамыз. Көп болсын десек, астына комментарий жазайық, одан лайк басайық, каналға тіркелейік, өз ойларыңмен бөлісіңдер. Келесі кездескенше амандықта, саулықта, есендікте, барлықта жүздескенше аман сау болайық.